Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сынып қазақ тіл пәнінің 7-ші сабағын өтеміз. Балалар, сабағымыздың тақырыбы У әрпінің жазылуы. Біз бұл сабақта У әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренеміз және мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыратын боламыз және ол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше 25-ші жаттығуға назар аударайық. Әңгімені түсініп оқы дейді. Рауан Абайдың білімдіден шыққан сөз деп басталатын өлеңін оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын, сырын білуге көкірегіңде болсын көз дейді. Өлең шумағының 1-ші, 2-ші тармақтары түсінікті. Нұрын, сырын деген сөздердің беретін мағынасын да шамалаймын. Ал соңғы тармақтағы көкірегіңде болсын көз түсініксіз. Көз кәдімгі екі көз. Онымен көреміз. Ал көкіректегі көз қайдан келген? Бұл мәтіннің авторы Толымбек Әбдірайым. Олай болса, астындағы сұрақтарға, тапсырмаларға назар аударайық. Әңгіме мазмұны бойынша сұрақтарды толықтырып жауап бер дейді балалар. Кім өлең оқып отыр? Рауан өлең оқып отыр. Шумақтың қай тармақтары түсінікті? Шумақтың 1-ші, 2-ші тармақтары түсінікті. Енді балалар, 3-ші және 4-ші сұрақтарды өзіміз толықтыруымыз керек. Олай болса, 3-шіге былай деп сұрақ құрастырайық. Өлеңнің қай тармақтары түсініксіз? Бұл сұраққа жауап, өлеңнің соңғы тармақтағы көкірегіңде болсын көз деген жері түсініксіз, е? Ал 4-шіге Рауан қай ақынның өлеңін оқып отыр деп құрастыруымызға болады екен, е? Ал бұл сұраққа жауап, Рауан Абайдың өлеңін оқып отыр. Ал келесі сұрақ, мәтіннен У дыбысы бар сөздерді тап, сол сөздерге төмендегі үлгі бойынша талдау жаса дейді балалар. Балалар, мінеки мұнда дәлелдеу үлгісі берілген, е? Яғни біз осы дәлелдеу үлгісіне қарап, У дыбысының дауысты немесе дауыссыз екендігін дәлелдеп шығуымыз керек екен. Балалар, мұнда Рауан деген сөзде У дыбысы бар екен, е? Бұл дауыссыз. Себебі У дыбысы дауысты дыбыстан кейін келіп тұр екен. Ережеге сәйкес, У дыбысы дауысты дыбыстан кейін келсе, онда ол дауыссыз болады. Келесі У балалар, міне білуге деген сөзде бар екен, е? Бұл жерде балалар У дыбысы дауысты. Себебі У дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін тұр екен. Сол үшін У дыбысы дауысты болады екен балалар, е? Одан кейін міне шумағының деген сөзде У дыбысы бар екен. Бұл У дыбысы да дауысты болып саналады екен. Себебі У дыбысы дауыссыз шыдан кейін келіп отыр. Ережеге сәйкес, егерде У дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келетін болса, онда ол У дауысты У болады, е? Балалар, олай болса 26-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз, қарамен жазылған сөздердің астын сыз дейді. Балалар, олай болса өлеңді бір оқып шығайық. Сыйса көйлек үстіңде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған дейді. Балалар, ең бірінші өлеңімізді көшіріп алайық. Дәптерімізге көркем түрде ұқыпты, таза, тыныс белгілеріне қарап, өз орындарына қойып көшіріп жазамыз. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қойыңдар балалар. Балалар, ендеше өлеңді көшіріп болсақ, астындағы сұрақтар мен тапсырмаларға назар аударайық. Жауаптардың сұрақтарын тауып айт дейді. Балалар, мұнда жауаптар берілген екен, ал оларға сұрақ қоюымыз керек балалар. Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Бұл жауапқа біз өлеңнің авторы кім деп сұрақ қоя алады екенбіз. Ал екіншіде өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер білім оқумен табылатын туралы айтылған дейді. Ал біз бұл жауапқа өлеңде не туралы айтылған? Міне осы сұрақты қойымызға болады, е? Ендеше өлеңдегі оқу, тоқу сөздерін оқы, тоқы, шоқы сөздерімен салыстырып, қандай өзгеріс байқадың дейді. Балалар, олай болса, өткен сабақтағы ережені қайтадан есімізге түсірейік. Соңы және дыбыстарымен аяқталған сөздерге У дыбысы жалғанатын болса, онда ол және әріптер түсіп қалады. Мінеки бұл жерде де сондай оқы деген сөзде дыбысымен аяқталып тұр, е? Ал оған уды қосқан кезде оқу болады. Сол кезде түсіп қалады екен. Келесі тоқы.
Тоқы деген сөзде де соңғы әрпі ы. Ал бұл сөзге у дыбысын қосатын болсақ, тоқу болады. Яғни бұл жерде де ы дыбысы түсіп қалады, иә? Ал шоқы дегенде де дәл сондай соңғы әрпі ымен аяқталып тұр. Ал бұны шоқу деп айтатын болсақ, ол жердегі ы дыбысы тағы да түсіп қалады екен балалар, иә? Енді 27-ші жаттығуға назар аударайық. Сөздерге у әрпін қосып оқы және сол сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз дейді. Су, бу, қу, жау, сау. Бұл сөздерге у дыбысын қосатын болсақ, су, бу, қу, жау, сау деп өзгереді екен балалар, иә? Мінекей балалар, бұл сөздерге у дыбысын қосып оқыдық және осы сөздерді қосып сөйлемдер құрап жазуымыз керек екен балалар, иә? Олай болса, су сөзіне сөйлем құрап жазайық. Анам сүт тез суу үшін оны далаға шығарып қойды. Мінекей балалар, су деген сөзді қатыстырып, осындай сөйлем құрадық. Ал екінші бу сөзіне сөйлем құрайтын болсақ, Сәуленің шашын буу үшін Әсел өзінің шаш буғышын берді. Ал қуу сөзіне сөйлем құрайтын болсақ, біз құрбым екеуміз күнде гүлдер бағына көбелек қууға барамыз. Келесі жау сөзін қатыстырып сөйлем құрап көрейік. Жаңбыр көп жауу үшін аспанда қалың бұлт болу керек. Міне жау сөзіне де сөйлем құрадық. Ал сау сөзіне келер болсақ, маған ең ұнайтын жұмыстардың бірі сиыр сау. Мінекей осындай сөздерді құрауымызға болады екен балалар. Балалар, мінекей мен осылайша осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрадым. Балалар, сендер де өз ойларыңмен осы сөздерді қатыстырып сөйлем құраңдар. Ендеше балалар, 28-ші жаттығуға назар аударайық. Сызық бағытымен 2 әріп тастай отырып, мақал құрастырып көр, дәптерге жаз дейді. Құрастырған мақалыңның қандай мағына беретін туралы өз ойыңды парталасыңмен бөліс дейді. Балалар, мына жерде өте көп әріп берілген екен. Олай болса, о әрпін аламыз да, ортадағы 2 әріпті тастап кетеміз. Одан кейінгі әріпті айтамыз. Одан кейін тағы 2 әріп тастап кетіп, келесі әріпті айтамыз. Мінекей осылай айтып, қандай мақал шығатынын бірге көрейік. Мінекей балалар, бірінші стрелкамыз тұр, бізде бағыт беріп тұр. Төменге қарай жүруіміз керек бағыт бойынша. Ең бірінші о дыбысын аламыз, одан кейінгі 2 дыбысты тастап кетеміз, яғни з мен мыны айтпаймыз. Одан кейін қ дыбысын аламыз. Одан кейінгі 2 дыбысты тастап, у дыбысын алады екенбіз. Одан кейін тағы 2 дыбысты тастап кетеміз де, с дыбысын алады екенбіз. Одан кейін дыбысын аламыз. Мінекей осылай ортасындағы 2 дыбысты тастай отырып, әріптерді алғанда балалар, оқусыз білім жоқ деген сөз шықты. Балалар, бұл мақалдың мағынасы біз білім алу үшін көп оқуымыз керек, көп ізденуіміз керек екен. Сонда ғана балалар біз білімді болып шығады екенбіз, яғни мақалда білімді болу үшін, білім алу үшін көп оқу керектігі жайында айтылған екен. Мінекей балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі 8-ші сабақта кездескенше балалар.